Міржақып Дулатұлы 25 қараша 1885 жылы Торғай уезінің Сарқопы облысының бірінші ауылы, қазіргі Қостанай облысының Жанкелді ауданына қарасты Қызбел ауылында дүниеге келген. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз шебері. Әкесі Дулат аймағына аты шыққан шебер кісі. Ер тұрман жасап етік мәсі тіккен. Шешесі Дәмеш ойын тойдың базары, әнші кісі болған. Әкесі балаларды жастайынан оқуға береді. Алғашқыда бала Міржақып ауыл молдасынан оқып хат таниды. Молдадан 2 жыл оқығаннан кейін 1897-1902 жылдары ауыл мектебінде орысша оқытатын Мұқан мұғалімнен дәріс алады. Міржақып анасынан 2 жасында, әкесінен 12 жасында айырылып, ағасы Асқардың қолында тәрбиеленеді. 1904 жылы Міржақып Омбы қаласына келеді. Осында ұлт зиялыларының ұстазы Ахмет Байтұрсынұлымен кездеседі. Бұдан кейінгі уақытта бірі ұстаз, бірі ізбасары ретінде жұптарын жазбайды. 1905 жылы Міржақып Ахмет Байтұрсынұлымен бірге Қарқаралыдағы саяси бұқаралық жұмыстарға қатысады. 1905 жылы патша үкіметіне қазақ халқының атынан петиция жазушылардың қатарында болады. 1906 жылы Петербургке барып қайтады. Бұл сапарынан ол саяси күрескер ғана емес, шабытты ақын болып оралады. 1907 жылы Петербургке шыққан Серке газетіне жастарға деген өлеңін бүркеншік атпен «Біздің мақсатымыз» деген мақала жариялайды. Мақалада Міржақып қазақ халқының басындағы қиын жағдайдың анық себептерін саралап, отарлық саясатта әшкерелейді. 1909 жылы Петербургте Міржақып Дулатұлының «Оян қазақ» атты өлеңдер жинағы жарық көреді. Бұл кітап патша әкімшілігінің қуғындауына ұшырайды. 1913 жылы ол Ахмет Байтұрсынұлымен бірге Қазақ газетін шығарып, басылымның бұдан кейінгі жұмысына белсене араласады. 1920 жылы Ташкентке келіп, сондағы Ақжол газетіне қызмет атқарады. 1922 жылы жазықсыз қамауға алынады. Түрмеден шыққан соң 1922-1926 жылы Орынбордағы ағарту институтында оқытушы болады. 1928 жылдың аяғында бір топ қазақ зиялыларымен бірге қамауға алынады да 10 жылға сотталып, 1935 жылы тұтқында қайтыс болады.